Луиза Хей психолог. Оның кітаптары әлемде 50 миллионнан астам данамен тараған. Өзінің әйел даналық атты кітабында айтқан жақсы кеңестермен мен осы кезге дейін сіздермен бөліскен болатынмын. Осы жолы әдемі қартаю, егде жас уақытында өмір сүру сапасын жақсарту туралы айтқан ойларымен, кеңестермен бөліскім келіп тұр. Ендеше бастайық. Қоғам осы кезге дейін қартайған кезде міндетті түрде ауру сырқау көбейеді деп ойлап келді. Бірақ міндетті түрде ауырады, әлсірейді деген ой қате. Бұл қорқыныштан арылатын уақыт келді. Қартаюдың кері тұстарын жақсы арнаға бұратын кез жетті. Өміріміздің екінші бөлігі алғашқы бөлігіне қарағанда әлдеқайда қызықтырақ болуы мүмкін. Ойлау қабілетімізді өзгертсек, бұл кезеңді қазыналы жылдарға айналдыра аламыз. Егер біз әдемі қартайғымыз келсе, онда дұрыс таңдау жасай білуіміз керек. Тек ұзақ ғұмыр кешіп қана қоймай, мәнді де сәнді ғұмыр кешкіміз келеді. Біз бай әрі толыққанды өмірге ұмтыламыз. Қосымша жылдар бос парақ сияқты. Оған не жазсаңыз, үлкен өзгеріс әкеледі. Бірнеше жыл бұрын бір университет қартаю бойынша зерттеу жүргізген. Ғалымдардың зерттеуі бойынша қай жасты орта жас деп есептесеңіз, денеңіз сол жаста қартая бастайды. Дене мидағы қабылданған шешімге тікелей тәуелді. Сондықтан 45 не 50 жасты орта жас деп қабылдағаннан гөрі оның орнына 75 дегеніміз жөн болар. Өмірдің түрлі кезеңі туралы түсінігімізді ой елегінен қайта өткізуге болады. Тағы бір ақпарат бойынша ең ұзақ өмір сүретіндер әйелдер. Жалпы наным-сенімімізді өзгертетін уақыт жетті. Жаңа түсінік қалыптастыра отырып, қартаю процесін жағымды әрі пайдалы етуімізге болады. Мен қазір 70 жастамын. Соған қарамастан қуатты, мықты, денім сау. 30 немесе 40 жасыма қарағанда өзімді қазір біршама жас сезінемін. Себебі қоғамда қалыптасқан белгілі стандарттарға сай болу үшін ешқандай қысым көрмеймін. Не істегім келсе де өз еркімде. Біреудің қолдап қолпаштағанын бұдан былай қажет етпеймін. Мен туралы кімнің не айтқанына да мән бермеймін. Бойымды тік ұстаймын, себебі арқамда ешқандай жүк жоқ. Және өзіме көңілім толады. Құрдастарымның не ойлайтыны соншалықты маңызды болмай қалды. Басқаша айтқанда, өмірімде алғаш рет өзімді бірінші орынға қойдым. Өзімді керемет сезінемін. Ұзағырақ өмір сүру туралы айтқан кезінде көп әйел, соншама көп жыл бойы ауру бейшара халде болудың қажеті қанша деп шошиды. Жаңа идеялар мен мүмкіндіктерге жол ашылған кезде миымыз бірден шектеу қоюға тырысатыны таңғаларлық. Өміріміздің соңғы жылдарын кедейшілік, ауру, жалғыздық және емханадағы өліммен теңестірудің түкке де қажеті жоқ. Егер айналамызда тек осындай құбылысты ғана көріп жүрсек, бұған кінәлі өзіміздің бұрыннан қалыптасқан ойлау жүйеміз. Бүгін ойлаған ойларымыз бен сенімдеріміз ертеңгі өміріміздің кірпішін қаламақ. Біз әрқашан наным-сенім жүйемізді өзгерте аламыз. Бір кездерде біз жер шары дөңгелек емес жайпақ деп сенгенбіз, ал қазір мұндай пайым болғанына күле қараймыз. Сондықтан қайталап айтамын, қашан да ойымызды өзгертуге болады. Жасымыз ұлғайған сайын денемізден кемшілік іздей жөнелеміз. Алайда бет әлпетіміз бен тәніміздегі әрбір өзгеріс жиіркеніп қарайтын нәрсе емес. Өзімізге осындай қарым-қатынас жасайтындай не жаздық? Мұның бәрі ойымызға байланысты, ал оны әрқашан өзгерте беруге болады. Тәнімізді, өзімізді қалай қабылдайтынымыз үйреншікті ұғым. Бәрінің де осы жалған идеялардан бас тартып, жан дүниеміз бен келбетімізді жақсы көріп, жоғары бағалағанымызды қалар едім. Өзіне көңілі толмайтын жас қыздар денесін жек көрудің әйтеуір бір себептерін тауып алуға тырысады. Кемшіліктерінің қай жерінде екенін өздері де білмейді. Жарнама әлемі көрсеткен қысым кесірінен бізге көп жағдайда тәніміздің бір жері дұрыс еместей көрінеді де тұрады. Бәріміздің қалайтынымыз талдырмаш мүсін, бойымыздың ұзын болуы, үлкенірек немесе кішірек мұрын, әдемі күлкі. Бұл тізім одан әрі жалғаса бермек. Іштей өзіңе көңілің толмаса, қанша киім кигеніңмен, опа далап жаққаныңмен бұл түзеле қоймас. Санадағы немесе бейсаналық жағымсыз ойларды өзіңізді өзіңіз жақсы көруге итермелейтін сөйлемдерге айналдыра отырып, тұрақты өзгерістерге қол жеткізесіз. Осы қалпымда әдемімін, өз келбетімді ұнатамын деп айтыңыз. Өзімізді жақсы көру және бағалау денсаулығымыз үшін өте маңызды. Сізге денеңіздің қандай да бір бөлігі ұнамаса, бір ай бойы сол тұсыңызға ықылас бөліңіз. Тәніңізді жақсы көретініңізді дауыстап айтыңыз. Бұрын денеңізді жек көргеніңіз үшін кешірім сұрауыңызға да болады. Бұл жаттығу өте қарапайым көрінгенімен жақсы нәтиже береді.
Тәнімізді жақсы көру қай жаста да үлкен маңызға ие. Үлкейген сайын оның маңызы арта түспек. Денеңізге күніне 5 минут лосьонмен массаж жасап тұру қажет. Массаж барысында әр дене мүшеңізді жақсы көретініңізді айтып, сізге қызмет еткені үшін алғысыңызды білдіріңіз. Махаббатқа бөленген әрбір адам, орын немесе зат тек жақсы сезіммен ғана жауап қайтармақ. Кейде жаңа идеяларды қабылдау үшін құдды бір қоқыстан арылып отырғанымыз іспеттес, ең алдымен ескі жағымсыз ойларды тазарту керек. Егде жастағы көптеген адамдар қажеті жоқ нәрселерді үйіп жинай береді. Үйіңізде пайдаланылмайтын заттар болса, олардан арылыңыз. Үйсіз-күйсіз жүргендерге немесе қажет еткен адамдарға бере салыңыз. Қажет деп тапсаңыз, сатылым ұйымдастырыңыз. Өміріңізді қоқыстан тазартып, бәрін жаңадан бастаңыз. Жыл артынан жыл сырғып өтіп жатыр. Алайда бұл өміріміз барған сайын нашарлай түседі деген сөз емес. Мен өмірімнің әртүрлі бағытта тең дәрежеде дамып отырғанын қалаймын. Кейбір заттар менің жастық шағымдағымен салыстырғанда біршама жақсы. Балалық шағым қорқынышқа толы болды. Қазіргі таңда өзіме өте сенімдімін. Біздегі бар қорқыныштардың көбі қажетсіз деп ойлаймын. Бұл тек миға сіңген ой ғана, және оны оңай өзгертуге болады. Егде жастағы әйел адамдардың арасында жағымсыз ойлар көп кездесетіндіктен, нәтижесінде өмірлеріне көңілдері толмай жүреді. Қартайған шағыңызда керемет ғұмыр кешудің жолдарын үйреткім келеді. Кәрілік шағыңыз өміріңіздің ең жемісті уақыты екенін түсіндіргім келеді. Жасыңыз нешеде болғандығына қарамастан, келешегіңіз әрқашан жарқын екенін біле жүріңіз. Кәрілікке қазыналы жылдар деп қараңыз. Сонда қай жаста да мықты, жігерлі, қоғам жұмыстарына белсенді ат салысатын мінсіз леди атанасыз. Тыныштықта отырған кезде назарыңызды ішкі жан дүниеңізге бөліңіз. Өте бақытты болған уақыттарды еске түсіріп көріңіз. Денеңіз осы қуанышты сезінсін. Жеңіске жеткен сәттеріңізді, мақтан тұтқан кездеріңізді есіңізге түсіріңіз. Қуаныш пен сенімділік сезімдері өзіңізбен бірге болсын. Енді алдағы 10 жылға көз жүгіртіңіз. Немен айналысып, қалай жүріп тұратыныңызды елестетіңіз. Келбетіңіз қандай, өзіңізді қалай сезінесіз, қуаныштысыз ба? Енді араға 20 жыл салып алдағы өміріңізді елестетіп көріңіз. Не байқап тұрсыз? Аман сау жүрсіз бе? Бәріне дайынсыз ба? Өмірге құлшынысыңыз бар ма? Сізді жақсы көретін достарыңыздың арасында жүрсіз бе? Көңіліңізге қонымды іспен айналысып жүрсіз бе? Өмірге қандай үлес қосып жүрсіз? Дәл қазір болашағыңызды көз алдыңызға елестетіп, жоспарлап алатын уақыт. Бұл сіздің өміріңіз, бұл өмірді сүретін де сіз. Сіз үшін бәрі кеш, армандауға, мақсат қоюға болмайды деп ойламаңыз. Армандар мен мақсаттар бізді жасартып, әрі өмірге қызығушылығымызды арттырады. Қазіргі күніңізді барынша мәнді етіңіз, ал өткенді ұмытыңыз. 40-тың қырқасына шыққанша өмірімнің мәні де болған жоқ. 50 жасымда шағын баспаханамды аштым. Алғашқы жылы $42 пайда таптым. 55 жасымда компьютер әлеміне аяқ бастым. Адамдар маған қолыңнан келмейді деп сенімсіздікпен қарады. Бірақ мен қорқынышымды жеңу үшін арнайы сабақтар алдым. Қазіргі таңда менің 3 компьютерім бар, және саяхатқа шыққанымда ноутбугымды өзіммен бірге ала жүремін. 60 жасқа толғанымда бақшамды күтумен айналыса бастадым. Осы жасымда балаларға арналған сурет сабағына қатысып, сурет салуды үйрендім. Енді қазір 70 жасымда жыл өткен сайын шығармашылығым шыңдалып, толыққанды ғұмыр кешудемін. Мен көп жазамын, дәріс оқимын, сабақ беремін. Көп кітап оқимын, білімімді үнемі толықтырып жүремін. Өте табысты баспаханам бар. Керемет бағбанмын. Үйдегі азық-түліктің көбісін өзім өсіремін. Адамдарды жақсы көремін, кештерге көп барамын. Жақсы көретін достарым көп. Көп саяхаттаймын. Аптасына 1 рет сурет сабағына қатысамын. Өмірім енді қазыналы, берекелі. Мен сияқты көбіңіз кәрілікке аяқ басып жатсаңыздар, өмірді басқаша сүретін уақыт жетті. Өміріңіздің соңғы жылдарын ата-анаңыз сияқты сүрудің қажеті жоқ. Сіз де мен де жаңа әдіспен өмір сүре аламыз. Барлық ережені өзгерте аламыз. Келешекке аяқ басқанда өмірдің бар сыйын қабылдаңыз. Сонда ғана алдымызда тек жақсылық күтіп тұрады. Өмірімізде болып жатқан барлық жайттың біз үшін еш зияны жоқ. Жалғыздық пен жоқшылықта қоғамға пайдамыз жоқ. Қартайдық деп қиналып өлгенше, өмірден ең жақсысын алып, орнына одан да көп нәрсе беруді үйренейік. Уақытымыз жеткілікті, біліміміз, даналығымыз жеткілікті, махаббат пен күш-қуатқа толымыз.
Қай жаста болмасын, 14, 40 немесе 70-80 жас па, еш айырмасы жоқ. Әрбір ісіміз, айтқан сөзіміз, ойымыз бізді келесі қадамға даярлап жатыр. Қартайғанда есіміз дұрыс болғай. Өзімізге қояр керемет сұрақ: мен қандай қарттықты қалаймын? Жан-жағыңызға қараңыз. Әлі кетіп, көңілсіз кәрілікке жеткен адам қандай, шат-шадыман жүріп қартайған адам қандай. Осы екі топ қандай әрекеттерді түрліше жасайды? Денсаулығыңызды сақтауға, бақытты болуға қандай әрекеттер жасаудасыз? Келесі сұрақ мынау: қалай өлуді қалаймын? Өміріміздің барлық бөлігін ойластырып, өлім жайын кейінге ысыра беретініміз рас. Өлімге қалай дайындалып жатырсыз? Ауру, көмексіз емханада түтікшелермен жатып өлгіңіз келе ме? Өмірден өтер шақта достарыңызбен отырыста көңіл көтеріп, содан соң сәл мызғып алуға жатып, содан оянбай қалуды қалайсыз ба? Жеке басым отырысты қалар едім. Өмірімнің осылай үзілгеніне ойша дайындалып жүрмін. Қазір сіздің өлім туралы ойыңыз жағымсыз болса, оны әрқашан өзгерте аласыз. Бәріміз де өлім процесін тыныш әрі қуанышты тәжірибеге айналдыра аламыз. Ақыл ой жаттығуларын жасауға өзімізді ынталандырып отырсақ, өмірге қызығушылығымыз тоқтамаса, миымыз белсенді болады. Ал миымызға күш түсірмесек, өміріміз қызықсыз болады. Жаттығу жасамай тек дерті туралы сөз қозғайтын адамдардың өмірі қандай таяз десеңізші. Қанша жасқа келсек те, қандай қиындықтар болса да, жағымды өзгерістер жасауды қазірден бастауға болады. Өзімізді ардақтап, қастерлеуге өз еркімізбен кіріскен жағдайда ғана өзімізді шынайы жақсы көре аламыз. Күн сайын өзімізге деген махаббатымыз артып отырса, басқалардың махаббатына да дайын боламыз. Махаббат заңдылығы не қалайтынымызға аса мән беруді қажет етеді. Өзіңізді сүйіңіз. Мына аффирмацияны айтыңыз: қазір мен өзімді бар болмысыммен жақсы көремін. Атаңа не қылсаң, алдына сол келер демекші. Қартайған шағымызда жұрттың бізді құрметтеп қастерлегенін қаласақ, қарттарды қастерлеуіміз керек. Қарттардың сөзін тыңдап қана қоймай, әсіресе егде жастағы жігерлі әйелдердің ақыл кеңестеріне құлақ асу керек. Олардан үйренеріміз көп. Бұл әйелдер басқаларға өз білімін, энергиясын, махаббатын береді. Олар үшін өмір өзін өзі жетілдіру жолы. Олар қартаюдың орнына тек кемел және дана бола бастайды. Қанша жас болғаныңызға қарамастан, сіз ұзақ ғұмыр кешетініңіз анық. Егде тартқан шағымызда қуанышқа, бақытқа толы ғұмыр кешу үшін қазірден дайындалуымыз керек. Жағымды өзгерістерге қол жеткізу үшін ең қолайлы жолы аффирмациялар айту. Барлық айтылған сөздеріміз бен ойларымыз аффирмациялар болғандықтан, оларды барынша жағымды етуге тырысыңыз. Жаңаша ойлай отырып, өмірді жаңадан бастауға болады. Төмендегі аффирмациялардың бірнешеуін күнде айтып отырыңыз. Аффирмациялар. Бар өмірім алда. Қай жаста болмасам да, мен жас әрі сұлумын. Қоғамға үлес қосып жүрмін. Қаржыма, денсаулығыма, болашағыма өзім жауаптымын. Айналамдағылар мені құрметтейді. Балаларды да, ересектерді де құрметтеймін және қастерлеймін. Әр күнді күш-қуат пен қуанышпен қарсы аламын. Әр күнімді барынша жақсы сүремін. Түнде жақсы ұйықтаймын. Әр күні жаңа және түрлі идеялар ойлаймын. Менің өмірім тамаша оқиғаларға толы. Өмірдің берер бар несібесін қабылдауға дайынмын. Жанұям мені әрқашан қолдайды, мен де оларды әрқашан қолдаймын. Мен үшін ешқандай шектеу жоқ. Мен бәрін ашық айтамын және мені естиді. Өзімді жетілдіріп отыруға уақыт табамын. Медитация жасаймын, тыныштықта серуендеймін, табиғатты тамашалаймын, жалғыз уақыт өткізгенді ұнатамын. Қуаныш пен күлкі өмірімнің ажырамас бөлігі. Өз планетама көмектесемін. Өмірім үйлесімділікке толы. Егде жастағы жылдарым менің қазынам. Емдеп жазатын медитация. Әрбір өткен жылдан рахат аламын. Білімім әрқашан артып отырады. Данышпандығыммен әрқашан байланыстамын. Өмірімнің әрбір тұсында мені періштелерім желеп-жебеп жүреді. Қалай өмір сүруді білемін. Соңғы күніме дейін денім сау, өмірге құштармын. Қоғамға үлесімді тигізіп жүремін. Қазіргі жасыма көңілім толады. Өзіме ұнайтын қарым-қатынастар ғана орнатамын. Маған қажет байлыққа қол жеткіземін. Жеңіске қалай жетуді білемін. Қолымнан келгенше өмірге үлесімді қосамын. Мен махаббат, қуаныш, тыныштық және шексіз данышпандықтан тұрамын. Бар болғаны осы.